Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, дәмді салат рецептісімен бөліскім келеді. Бұл салатқа мен барлық ингредиенттерді тілімшелерге кесемін. Ең алдымен жартылай сүрленген шұжықты осылайша кесіп аламын. Осындай бөлшектерге кестім. Содан соң тәтті бұрыштың тек 4-тен 1 бөлігін ғана кесемін. Қызанақты кескен кезде қызанаққа байланысты қарау керек. Егер ол қаттылау болса, барлығын кесіп алуға болады. Менде қызанақтар қаттылау болып тұр, сол себепті барлығын бірден кестім. Ал егерде жұмсақ болса, онда ішін алып тастасаңыздар дұрыс болады. Сонда ол салатта езілмейді. Осылайша сыртын ғана кесіп аламын. Кез келген қатты ірімшікті үккіштен өткізем. Сарымсақты чеснок давкамдан немесе осындай үккіштен өткізіп аламын. Майонездің 2-3 ас қасығын қосып, жақсылап тұрып араластырамын. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді, оңай әрі тез жасалады. Жасап көріңіздер. Келесі салаттың бір түрі шампиньондармен жасалады. Ең алдымен пиязды 4 бұрыштарға кесетін боламын. Осылайша кесем. Және шампиньондарды да 4 бұрыштарға кесемін. Олар қуырылған кезде 2-3 есе кішіреетінін білесіздер. Осылай жеткілікті болады. Енді табаға май құйып қыздырамын. Және де біріншіден пиязды қуыратын боламын. Пияз түссіз болғанға дейін, жұмсарғанға дейін қуырамын. Енді шампиньондарымызды қосып қуырамыз. Олар өзінің суын шығарып, буланып болуы қажет. Сол кезде дайын болады. Қажет болса, отын кішкене ақырындатасыздар. Негізі 10-15 минутта піседі. Тұздап қоюға болады осы кезде. Қуырылып болды, мінекей түсін де өзгертті. Піскен тауық етін мен 4 бұрыштарға кесетін боламын. Осындай шамамен 4 бұрыштар. Кішігірім жасасаңыздар да болады. Мен кішіректеу жасап жатырмын. Алдын ала дайындалған корей сәбізін саламын салатыма. Оны өз қалауыңызша жасауға болады. Немесе дайында алуға болады. Тұздалған қиярларды 4 бұрыштарға кесемін. Біздің қуырылған шампиньондарымызды салатқа қосып, заправканы салып, 1 шай қасық горчица және 2 ас қасық майонез қосамын. Барлығын жақсылап тұрып араластырамын. Дастарханға қойған кезде формаға салып, әдемілеп қоюға болады. Өз қалауыңызша саласыз. Неге салатымыз дайын болып шықты. Ингредиенттері керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі салатты шампиньондармен жасалады. Ең алдымен мен картопты осындай кубиктерге турап, микроволновкада пісіретін боламын. Шамамен 3-4 минуттай піседі. Тауық етін кішігірім кубиктерге турап аламын.
Шамамен осындай кішігірім жасасаңыздар да болады. Шампиньондарды да көбіктерге турап аламын. Тым кішкентай етіп турамаңыздар, себебі олар қуырылған кезде 2-3 есе кішірейеді. Табаға май құйып қыздырамын. Табаға ең алдымен тауық етін салып қуырамын, шамамен бірнеше минуттай. Кішкене тұздап қоюға болады. Содан соң шампиньондарды салып бірге қуыратын боламын. Шампиньондар тез қуырылады. Суы шығып, барлығы буланып біткенше қуырамын. Шампиньондарды да кішкене тұздаймын. Суы буланып біткен кезде қуырылып болды деген сөз. Картопымыз микроволновкада пісті, оны кәдімгідей жолмен де пісіруге болады, бірақ микроволновкада тезірек піседі. Жұмыртқаны мен дәл солай 4 бұрыштарға кесемін. Кукурузаны мен қасықпен саламын, өйткені астындағы соғы бізге қажет болмайды. Тұздалған қиярларды 4 бұрыштарға кесемін. Жуаны салмай қоюға да болады, бірақ салсаңыздар әрине дәмдірек шығады. Майонезді қосып араластырамын. Салатымыз дайын болды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.